Ерте заманда ел арасында аты шыққан бір бай болыпты. Ол күн сайын ауылының шетіне үлкен қазан астырып, кедей-кепшікке ас береді екен. Бірақ оның бір әттеген айы бар еді. Әр берген асы үшін жұрттың алғысын күтіп, өз жомарттығын мақтап отыратын. Бұл хабарды естіген Алдар Көсе байдың шынайы ниетін тексермек болады. Бір күні кеш бата Алдар үсті басы малмандай су жыртық шапанымен келеді. Уа, Байеке, далада боран, жолдан адастым. Bir түнеп шығуға рұқсат етіңіз, қарным да аш еді. Менің атымды естімеп пе едің? Мен аймаққа аты шыққан жомартпын. Саған ас беремін, бірақ ертең менің қалай күткенімді жұртқа жаюың керек. Бай дастархан жайғызып, ең дәмді етін алдырады. Көрдің бе, мына еттің семізін. Мынау менің ең тәуір жылқым еді, сен үшін сойдырдым деп мақтанады. Ал мына қымыздың балындай дәмін тат. Мұны тек менің үйімнен табасың, таңын атқанша өз байлығын мақтаумен болады. Ертесіне жолға шығар алдында бай Алдардан: ал қонағым, ризасың ба? Енді елге барып не айтасың? Деп сұрайды. Сонда Алдар Көсе қоржыннан бір уыс тұз шығарып, байдың алдындағы таза суға салып жібереді. Байеке, сіздің асымыз дәмді, бірақ нәрсе жетіспейді дейді. Бұл суға тұз салсаң, дәмі бұзылады. Ал жақсылыққа мақтан араластырсаң, сауабы бұзылады. Бай Алдардың сөзіне шамданып, бұл не дегенің? Мен қаншама мал шығындап, сені күттім емес пе? Дейді. Байеке, шынайы жомарттық оң қолын бергенді сол қолын көрмеуі. Сіз маған ас берген жоқсыз, сіз маған өз атыңызды саттыңыз. Егер мен барып мақтамасам, жасаған асыңыз ішіңізде қалар еді. Бай сонда барып өз қатесін түсінеді. Жасаған жақсылығын жұртқа жария қылған үшін ұялып төмен қарайды. Алдар Көсе атына қонады. Байеке, есіңде болсын, таудың биіктігі алыстан көрінеді, ал адамның ұлылығы оның қарапайымдылығынан көрінеді деп жұрт кетеді. Содан бастап ол бай мақтан үшін емес, шын жүрекпен көмектесуді үйреніп, елге нағыз қайырымды жан ретінде танылған екен. Жасаған жақсылықты міндетсінбеу, мақтанбау және шынайы ниетпен көмектесу адамгершіліктің ең жоғарғы шыңы.